20 свай. Қанша свай қақтың арасы? 20 свайдың қаншасы құйылды? Айтыңызшы. 20 свайдың 4-ө құйылды. 4-ө құйылды. А қалған 16 свай келеді. 16 свай келеді. 4 свайды қанша биржада құйдың ары? 23-24-те 4 свай құйдың. Туралы конкретно айтыңыз. Вот и все. 16 свай тұрады. 16 свай тұрады. Ну все понятно. Дальше кейін. Объезд ғана жасалды, басқа жұмыс жоқ. Ал жерде ешнәрсе қылмайды. Ал жерде қанша свай келеді? Ал жерде 15 свай. 15 свай. 15 свайдың қаншасы құрылды? Жасап жүрміз. Біреуде құрылды. Разборка жұмыс. То есть көпір башталды дейді. Башталды. Объезд жасалды. Все понятно. Үшінші көпір. Ал жерде қанша процент жұмыс кетті? Ал жерде 2 жол карталан қалды, қанша теңгеде жер алып кетті. Жоқ, қанша процент да сұрап отыр. Иштеледі. Башталды ғой? 5%. 5%. То есть иş bitti oldu. 3 oldu. Карказдарына. Практически oldu. Егер де ушундай кылып иштесеңер дагы бир 5 жылда болуп жатат деген да. Узундугу канча болду жол? Узундугу мына жерде биз учурда мына жерде 18 км. биринчи биз иштеп чыккан 9,1 км. Ошол эле учурда дагы бир жакшы вариантын сунуштап атсак, 13,1 км. Узунураак, бирок эффективдүү болот да. Канча көпүрө бар экен? Бул жерде 2 көпүрө болот. 12 метрлик 2 көпүрө. Өтө чоң эмес. Бул жерде баягы чоң экинчи категорияда. Жана ал жерде баягы чоң зоналарды жүргөн болуш керек. Көпүрлөрдө запрет жасаш керек. Эки жагына 2 стоянка болуш керек. Дорожный сервис. Бүтүшү жасаш керек. Ошондо гана объездной сону. Анан кийин аземтип жасап койсок, мына эмтип сүп жасап койсо болот. Сүп жасап койсо болот. Бирок ал эми биринчиден иштебей калат, экинчиден ал кайра эле көздөп, кайра жасай бересиң. Кетиргениңде 2-3 жыл аракет кыласың. Ошон үчүн сиз ушундай машина даярдай бергиле. Мен вообще макулбу? Ошол машинаны даярдай келе конкретный мен проекттин түзүлүү сметасын чыгарып даярдап туруп, проектин акметип таштап. Макулбу? Анан биз аны өкмөттүн деңгээлине алып чыгып туруп, президенттен уруксат сурап, президент эгерде макулдук бере турган болсо, биз ушул жолду баштайбыз. Правильно? Все.